Ассаламуалейкум, құрметті көрермен. Алтай Ньюс медиа орталығы сіздермен Қуаныш Рахметоллаұлы. Маңызды оқиғаларды салмақтап, ел тынысынан хабар жеткізетін боламыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын амал күнімен құттықтады. Әз-Наурыздың бастауы амал күні құтты болсын. Ол халқымыздың ежелгі әдет ғұрпын жаңғыртып, төл мәдениетіміздің ажырамас бөлігіне айналған бірегей дәстүріміз. Осы күні ұлттық болмысымыз бен құндылықтарымыз ерекше дәріптеледі. Ел арасы көбейе берсін, жыл жақсылығымен келсін деп жазды президент өзінің Twitter парақшасында. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Наурызнаманың жаңа концепциясы дайындалды. Оның аясында қазақстандықтар еліміздің басты мерекесін 10 күн тойлайтын болады. Инвесторларды тарту үшін қолайлы жағдай жасау Шығыс Қазақстанда жер қойнауын пайдалануды тиімді дамытуға мүмкіндік береді. Бұл туралы облыс әкімі Ермек Көшербаев пен парламент сенатының экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитеті делегаттарының кездесуінде айтылды. Дәл қазір облысымызда 380 жер қойнауын пайдаланушы бар. Олардың барлығы нәтижелі жұмыс істеп жатыр деп айта аламыз. Осы салада жылдар бойы қызмет көрсетті, экономикалық тұрғыдан тиімсіз саналатын өз міндеттерін ойдағыдай орындай алмай жатқан кәсіпорындар да бар. Ал бұл өз кезегінде қарапайым халықтың тарапынан түсетін арыз шағымды көбейтеді. Енді осындай жер қойнауын пайдаланушылардың мәселесін бір жақты етуіміз керек. Жалпы бұл бағытқа жүйелік жетіспейді деген аймақ басшысы бұл саладағы қордаланған мәселелер облысқа инвестор тартуға да кедергі келтіріп отырғанын айтты. Сондай-ақ өңір басшысы әлеуетті инвесторларды тарту үшін қолайлы жағдай жасау қажеттігін атап өтті. Рейдерде Азиядағы ең ірі Алатау тау шаңғысы курортын салу жоспарлануда. Бұл жобаны жүзеге асыру өңірдегі қысқы туризмді дамытуға зор септігін тигізетіні сөзсіз. Қазір қаланың бас жоспарына түзетулер енгізіліп жатыр дейді шаһар басшысы. Алатау Азияда теңдесі жоқ жоба болайын деп тұр. Іске асса туристердің легі біздің өңірге ағылары сөзсіз. Бүгінде жобалаушыларға тау шаңғысы курортына арналған жерлерді орман қорынан шығару тапсырылды. Бұл жұмыстарды биыл аяқтаймыз. Осыдан кейін инфрақұрылымды жобалау жұмыстары жалғасатын болады. Бұл ерекше қорғалатын аумақтар болғандықтан барлық экологиялық нормаларды сақтауымыз керек. Одан кейін инвестициялық пакеттер әзірлеп, оларды қазақстандық және шетелдік компанияларға қаржыландыруды ұсынбақпыз. Алатау курортында түрлі деңгейдегі тау шаңғысы трассалары салынады деп жоспарлануда. Халықаралық деңгейдегі жарыстарды өткізу үшін спортшыларды, жаттықтырушыларды және туристерді еш қиындықсыз қабылдау үшін қонақ үй бизнесін белсенді дамыту қажет деп санайды әкім мырза. Самұрық қазына бірыңғай қайырымдылық операторы Самұрық қазына турист қорының қолдауымен шекара маңындағы Қатонқарағай және Зайсан аудандарында спорт алаңын салады. Белгілі компания бұл жобаны Наурыз мейрамы қарсаңындағы игі істер марафон аясында бастайды. Футбол және баскетбол алаңдарына жасанды көгал төселеді. Сондай-ақ воркаутпен шұғылдануға арналған алаңда жабдықталады. Мұндай спорттық нышан шекара маңындағы қос ауданда бұрын-соңды болмаған айта кеткен жөн. Спорт алаңдары 2024 жылдың 3-ші тоқсанында пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Шығыс Қазақстан облыста балалар және жасөспірімдер кітапханасында Наурыз мейрамы қарсаңында еркін форматқа өткен жастар фест шарасында белсенді жастар қатысып, әртүрлі тақырыпта баяндама қойды. Сондай қатысушылар асық ату, ақшамшық, ләңгі қатарлы ұлттық ойындарды ойнап, кейінгі буын жастарға үлгі көрсетіп, баяндамашылар менің қосқан нақты үлесім, елім гүлдену үшін не істей аламын, жайдарлы жастар және тағы да басқа тақырыптар төңірегінде ой өрбітіп сұрақтарға жауап берді. Шығыс Қазақстан облысында жанұя отбасын қолдау орталығы ашылады. Отбасылық зорлық, зомбылықтың алдын алу мақсатында Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының жанынан жанұя отбасын қолдау орталығын ашу жұмыстары жүріп жатыр. Оның қызметі өңірдің барлық аудандарын
қамтитын болады. Жанұя отбасын қолдау орталығының мақсаты зорлық, зомбылықтан зардап шеккен отбасыларға кешенді қолдау көрсетуде ведомстволар арасындағы өзара іс-әрекет жасау. Қазір орталықтың құжаттары Әділет департаменті тіркеліп, Өскемен қаласы Сәтбаев даңғылы 64 мекенжайы бойынша ғимарат бөлінді. Өскемен Алтай республикалық маңызы бар көлік жолының бойындағы көпірлер мен су өткізу құрылыстары қардан тазаланып, қалыпты жағдайға келтірілді. Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бақытжан Баяхметов Алтай ауданы жұмыс сапары барысында жол қызметінің көктемгі су тасқынына қарсы жұмысын тексерді. Ұзындығы 200 км-ден асатын жолдың бойында жүздеген су өткізу құбыры бар. Олардың 20-дан астамында тасқын қаупі жоғары. Сондай-ақ тұрғысын ауылдағы